Тамас бұрын айта кетейін, каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл ешкімге айтылмаған сыр. Толық әңгімесін видеодан тыңдаңыз. 50-ге келген Айсұлу өмір бойы шыдай тұрсам бәрі өз орнына келеді деп өмір сүрді. Ол ешқашан еркекке сүйеніп көрмеді. Ешкімнің алақанына қолын толық сеніп ұстап көрмеді. Ал бүгін ол алғаш рет біреудің жанында түнемек. Төсекке қарап тұрып жүрегі атша тулады. Бұл қарапайым ғана төсек еді, ақ жайма, 2 жастық. Бірақ Айсұлу үшін бұл бөтен әлем. Қорқыттырсын ба, деді күйеуі баяу. Ол үнсіз басын изеді. Айсұлудың өмірі басқаша басталған. Ол 20-ға келгенде әкесінен айырылды. Анасы сырқаттанып қалды. 3 інісі бар еді. Мен тұрмысқа шықсаң, бұлар кімге қалады, деп ол өзім құрбан етті. 25-інде де айтты. Әлі ерте. 30-ында әлі уақыт емес. 40-қа келгенде енді кеш. Ал 50-ге жеткенде өмірдің өзі оны ұстап алып, сен де адамсың, сенің де бақытың бар деп алдымнан шықты. Күйеуі Бекжан. Ол да жастықта жолы болмаған, ажырасқан, жалғыз қалған адам еді. Екеуін таныстырған көрші апай. Алғашында Айсұлу, маған не керек ол, деп бас тартқан. Бірақ жалғыздық түндері ұзақ еді. Бекжан асықтырмады, сөзбен жараламады, қолын да бірден тигізбеді. Сол үшін Айсұлу келісім берді. Тойлары да қарапайым өтті. Ешкім үлкен үміт артпады. 2 кәрі бір-біріне серік болсын деген ниет қана. Ал бүгін олардың алғашқы түні. Айсұлу қолын қалай қоярын білмей отырды. Көзін төмен салды. Бекжан оның қолын жай ғана ұстап, егер дайын болмасаң, күтемін деді. Сол сәтте Айсұлудың көзіне жас келді. Білесің бе, деді ол дірілдеп. Бұны білгенде, ерте тұрмысқа шығатын едім. Бекжан таң қалды. Нені, деді жай ғана. Айсұлу көз жасын сыртып. Әйелдің де жүрегі барын. Қорқудым да жылы жағы болатынын. Біреудім асықпайық деген сөзі адамды емдейтінін. Ол өмірінде алғаш рет өзін әйел сезінді. Түн тыныш өтті. Бірақ Айсұлудың ішінде бүкіл өмірі төңкеріліп жатты. Ол өзіне өзі сыбырлады. Мен кешіккен жоқпын. Мен тек өз уақытымда келіппін. Ал Бекжан сол түні түсінді. Бұл әйел өмір бойы шыдап келген, бірақ сынбаған адам. Ал алда Айсұлуды өткен өмірдің ауыр құпиялары, туыстардың сөзі, қоғамның маза бермес көзқарасы және нағыз махаббатты кеш болса да сезінудің ауыр жолы күтіп тұр еді. Айсұлу таңертең ерте оянды. Күн сәулесі перденің арасынан сығалап тұр. Басында мың ой. Кеше болған түн түс секілді. Бірақ денесіндегі тыныштық бәрінің шын екенін сездірді. Ол төсектің шетінде үнсіз отырды. 50 жыл бойы өзі туралы ойламаған адам бір түнде бүкіл өмірін қайта қарап шыққандай болды. Бекжан ас үйде шай қойып жүрген. Дыбыстар таныс, бірақ бөтен үйдің дыбысы сияқты. Ұйықтай алмадың ба, деді ол. Ұйықтадым, деді Айсұлу. Бірақ бұрынғыдай емес. Ол бұрын таңды міндетпен қарсы алатын. Тамақ, жұмыс, ана, інілер, уайым. Ал бүгін таң өзі үшін атты. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа бармады. Телефон шыр етті. Айсұлу экранына қарады да жүрегі қысылды. Үлкен әпкесі Күләш. Алло, деді сақтықпен. Алло дейсің бе, деді ар жақтан суық дауыс. Естіп жатырмын, кеше күйеуге шықтың деп. Айсұлу үнсіз қалды. Айсұлу, сен ұялмайсың ба өзі, деді әпкесі. 50-ге келіп, елдің күлкісіне қалдың ғой. Мен ешкіммен ештеңе тартып алған жоқпын, деді ол жай ғана. Осы жаста не таттың, деп айқайлады Күләш. Жастарға үлгі болудың орнына. Сөз жүрекке қадалды. Айсұлу телефонды жай ғана сөндірді. Бекжан бәрін естіп тұрды. Кешір, деді Айсұлу. Мен саған ауыртпалық алып келдім бе деп қорқам. Жоқ, деді Бекжан қаттырақ. Сен өз өміріңді алып келдің, ал оған ешкімнің құқы жоқ. Сол күні олар сатқа шықты. Ауыл шағын еді. Көзқарастар бірден сезілді. Біреу сыбырлады. Біреу әдейі күліп өтті. Біреу осы жаста деген сөзді айтпай-ақ көзбен жеткізді. Айсұлу бұрын мұндайға үйренген. Өзі үшін емес, басқалар үшін өмір сүрген адамға елдің сөзі таныс болатын. Бірақ бұл жолы ол үндемеді, себебі жанында біреу бар еді.
Кешке қарай тағы бір қоңырау түсті. Бұл жолы інісі. Апа, деді ол күмәнмен, шынымен тұрмысқа шықтың ба? Иә. Неге бізге айтпадың? Айсұлу күліп жіберді. Айтсам, рұқсат берер ме едіңдер? Ар жақ үнсіз қалды. Апа, біз сенсіз өсіп кеттік. Бірақ сен өзің үшін өмір сүрмедің ғой, деді інісі ақыры. Бұл сөз жүрегін ауыртты, бірақ шын еді. Түнде Айсұлу терезе алдында ұзақ отырды. Мен бір нәрсені мойындауым керек, деді ол кенет. Айта бер. Мен ешқашан еркекке сеніп көрмегенмін. Біреу кетіп қалады деп қорықтым. Сондықтан өзім кетпедім. Өзімді жауып тастадым. Бекжан үнсіз тыңдады. Ал мен, деді ол сәл кідіріп. Мен бұрын үйленгенмін. Сол кезде әйелім, сенің махаббатың жетпейді, деді. Содан кейін жүрегімді жаптым. Айсұлу бұл түнде тағы ұйықтай алмады. Көзін жұмса болды. Жастық шағы қайта тіріліп кететіндей. Ол сол түнді ешқашан ешкімге айтпаған. 21 жаста еді. Анасы тірі. Әкесі енді ғана қайтыс болған. Үйдің салмағы бір-ақ күнде оның иығына түсті. Сол кезде ауылға қалада оқып жүрген бір жігіт келді. Ерлан. Сөзі жұмсақ, көзі батыл. Айсұлуды алғаш рет әйел деп қарады. Бір кеште ол Айсұлуды үйіне дейін шығарып салды. Жол ұзақ болды. Сөз де көп еді. Сол түні Айсұлу алғаш рет жүрегін ашты. Алғаш рет бақытқа да құқым бар шығар деп ойлады. Бірақ таң атқанда Ерлан қалаға қайтып кетті. 1 апта, 2 апта, 3 апта. Хабар болмады. Сол кезде Айсұлу бір шындықты білді. Ол жүкті еді. Бұл хабарды ешкім естімеді. Анасы сол кезде төсек тартып жатты. Інілері әлі бала. Айсұлу қорықты. Ол Ерланды іздеді. Бірақ қалада оны ешкім танымай шықты. Сол бір түннен кейін Айсұлу өзін жазалады. Енді ешқашан деп ант берді. Баладан айырылды. Оны ешкімге айтпады. Жүрегінде көмді. Сол күннен бастап ол әйел болудан бас тартты. Қазір 50 жасында. Сол жара қайта ашылды. Бекжан бәрін тыңдап шықты. Бірде-бір сөзін бөлмеді. Мен сол кезден бастап өзімді лайықсыз сезіндім, деді Айсұлу. Менің өмірім қате сияқты болды. Бекжан оның қолын қысты. Сен қате емессің, деді ол. Сен тірі қалғансың. Сол сәтте есік қоңырауы соғылды. Кеш еді. Бекжан есікті ашты. Босағада бір әйел тұрды. Сымбатты, күтімді. Көзінде суық күлкі. Сәлем, Бекжан, деді ол. Таныстырмайсың ба? Айсұлудың жүрегі зу етті. Бұл Гүлнар. Менің бұрынғы әйелім, деді Бекжан ауыр күрсініп. Мен сенің үйленгеніңді естідім, деді Гүлнар Айсұлуды басынан аяғына дейін шолып. Қызық таңдау екен. Айсұлу үндемеді. Бірақ ішіндегі жара тағы ашылды. Мен тек бір нәрсе айтқым келді, деді Гүлнар. Сен әлі де маған қарсысың, Бекжан. Есіктің артында өткен өмір тұрды. Ал үйдің ішінде кешіккен махаббат. Екеуінің ортасында сынақ басталды. Гүлнар табалдырықтан асықпай аттады. Бұл үйдің иесі өзі сияқты сезінетіндей, жан-жағына еркін көз жүгіртті. Жақсы тұрыпсыңдар екен, деді ол мысқылмен. Қарапайым, бірақ тыныш. Айсұлу оның даусынан бірден қауіп сезді. Бұл үйреншікті қызғаныш емес. Бақылап үйренген әйелдің үні еді. Бекжан есікті жауып, сабыр сақтауға тырысты. Не үшін келдің, деді ол тура сұрап. Гүлнар сөмкесінен қағаз алып шықты. Мен сені ұятқа қалдырғым келмейді, деді ол. Бірақ бұл қағаздарда сенің әлі де шешпеген мәселелерің бар. Айсұлу қағазға қарамады. Ол Бекжанға қарады. Мен сенің өткеніңді білгім келмейді, деді ол тыныш. Бірақ осы үйге келген адам мені сыйлау керек. Бұл сөз Гүлнарды таң қалдырды. Сыйлау, деп күлді ол. Сен кімсің өзі? Айсұлу алғаш рет даусын көтерді. Мен осы үйдің әйелімін, деді ол. Жасыма да, өткеніме де қарамай. Бекжан үнсіз қалды. Бірақ бұл үнсіздік қолдау еді. Гүлнар көзін сығырайтып. Бекжан, сен шынымен осы әйелмен, деп сөзін аяқтай алмады. Иә, деді Бекжан қатты. Мен дәл осы әйелмен тыныштық таптым. Бұл сөз Гүлнарды ашуландырды. Тыныштық, деді ол. Сен менімен болғанда да тыныш едің деп ойлайсың ба? Мен сені сүйдім, ал сен өзіңді ғана аядың. Осы сәтте шындық ашылды. Сен махаббатты емес, билікті сүйдің, деді Бекжан. Ал мен қорқып жүріппін. Гүлнар үндемей қалды. Ал сен, деді ол Айсұлуға қарап. Осы еркекті көтере аласың ба? Оның жарасын, әлсіздігін. Айсұлу бір сәт ойланды. Мен өмір бойы өзгенің жүгін көтердім, деді ол. Бірақ бұл жолы мен өзімді жоғалтпаймын. Бұл Айсұлудың ішкі жеңісі еді. Гүлнар есікке беттеді, бірақ кетер алдында бұрылып. Бір күні ол бәрібір өткеніне қайтып оралады, деді. Есік жабылды. Үйде ауыр тыныштық орнады.
Мен сені осыған араластырдым, деді Бекжан. Кешір. Айсұлу оның қолын ұстады. Мен алғаш рет қашқым келмейді, деді ол. Бұл менің де өмірім. Сол түні олар көп сөйлесті. Жасырынған сөз қалмады. Айсұлу ішінен түсінді. Өткен кетпейді. Бірақ оған бағынбауға болады. Ал бұл тыныштық ұзаққа созылмайтынын екеуі де сезді. Себебі ертең Айсұлуды ауылдың үлкендері шақыртып жатқан еді. Айсұлу ауылдың ортасына қарай баяу жүріп келе жатты. Қасында Бекжан. Бірақ бұл жолы ол өзін жалғыз сезінді. Ауылдық клубтың алдында адамдар жиналып қалыпты. Әйелдер сыбырлайды. Еркектер үнсіз, бірақ көздерімен үкім шығарып тұр. Міне, өзі де келді. 50-ге келіп не іздеген? Ұят қой. Бұл сөздер Айсұлудың құлағына емес, жүрегіне тиді. Клубтың ішінде ұзын үстел қойылған. Алдыңғы қатарда ауылдың үлкендері, ақсақалдар, абысын ажын. Айсұлу қызым, деді ең жас үлкені. Сені жамандыққа қимаймыз. Бірақ елдің де сөзі бар. Айсұлу орнынан тұрды. Қолдар дірілдеді. Бірақ дауысы шықты. Айтыңыздар, деді ол. Мен не істедім? Сен, деді бір әйел орнынан тұрып. Жас қыздар тұрмысқа шыға алмай жүргенде, сен осы жаста күйеуге тидім. Бұл ұят емес пе, деді екіншісі. Айсұлу бір сәт көзін жұмды. Мен 40 жыл бойы ешкімге кедергі болған жоқпын, деді ол. Біреудің орнын тартып алған жоқпын. Мен тек кешіккен өмірімді бастадым. Ал жастықта неге шықпадың, деді біреу күле. Әлде бірдеңе болды ма? Осы сұрақ найзадай қадалды. Бір сәт тыныштық орнады. Сол кезде күтпеген жерден Күләш әпкесі орнынан тұрды. Айтайын мен, деді ол. Бұл қыз кезінде абыройынан айырылған. Зал гу ете қалды. Айсұлуның көзі қарауытып кетті. Ол өзі кінәлі, деп жалғастырды Күләш. Сондықтан ешкімге шықпай, бізге масыл болып жүрді. Бұл ең ауыр өтірік еді. Ең ауыр сатқындық. Айсұлу тік тұрып қалды. Бұл өтірік, деді ол әрең. Сол сәтте Бекжан алға шықты. Жетер, деді ол қатты. Бұл әйел өмір бойы бәріне тірек болған адам. Ал сендер оның бір ғана бақытты таңдаған кешіре алмай отырсыңдар. Зал тына қалды. Егер біреуге жауап беру керек болса, деді Бекжан, алдымен маған жауап берсін. Айсұлу оның артына жасырылған жоқ. Керісінше бір қадам алға шықты. Иә, деді ол. Мен қателестім. Мен жыладым. Мен жалғыз қалдым. Бірақ мен адам болудан бас тартқан жоқпын. Көзінен жас ақты. Бірақ ол сыртпеді. Ал сендер мені соттауға құқылы емессіңдер. Үлкендер үнсіз қалды. Бұл үнсіздік жеңіліс еді. Сол күні Айсұлу ауылдан кету туралы ойлады. Ал түнде Бекжан бір шешім қабылдады. Ол Айсұлудың қолынан ұстап, біз бұл жерден кетеміз, деді. Басқалар үшін емес, өзіміз үшін. Көшетін күн жақындаған сайын Айсұлуның жүрегі ауырлай берді. Бұл ауылда оның жастығы қалды. Қайғысы да, еңбегі де, үнсіз төккен көз жасы да осы жерде еді. Үй жинап жүріп, ол ескі сандықты ашты. Ішінде анасының орамалы, әкесінің сағаты және сарғайған бір қағаз. Айсұлу қолы дірілдеп қағазды ашты. Бұл ауруханадан берілген ескі анықтама еді. Ұрық өздігінен түсті деген бір ғана сөйлем. Ол сол сәтті қайта есіне алды. Жалғыз, суық палата. Ешкімнің қолы жоқ. Мен тірі қалдым, деп сыбырлады ол. Бірақ жүрегім сол жерде қалып қойды. Сол күні кешке есік қағылды. Бекжан жоқ еді. Айсұлу өзі ашты. Босағада тұрған адамды көргенде аяғы жерге жабысып қалғандай болды. Сәлем, Айсұлу, деді ер адам. Бұл Ерлан еді. 29 жыл. 29 жыл өткен. Шашына ақ түскен, көзі шашаңқы. Сен, деді Айсұлуның дауысы шықпай. Мен сені көп іздедім, деді Ерлан. Бірақ кеш білдім. Айсұлу бірден түсінді. Ол бәрін білген. Айтпа, деді ол. Кеш. Бала, деді Ерлан дауысы дірілдеп. Бала бар еді ғой. Айсұлу көзін жұмды. Жоқ, деді ол қатты. Ол жоқ. Және ол сенің өміріне кірмейді.
Ерлан басын төмен салды. Мен сол кезде қорқақ болдым, деді ол. Мен қаштым. Мен де қаштым, деді Айсұлу. Өмірден. Осы сәтте Бекжан кіріп келді. Үйдегі ауыр ауаны бірден сезді. Бұл кім? Деді ол сабырмен. Өткен, деді Айсұлу. Бірақ аяқталған өткен. Ерлан Бекжанға қарап, мен кешіріп келдім, деді. Бірақ шындықты айтуға міндеттімін. Шындық кеш болса да, деді Бекжан, оны екеуміз шешеміз. Ерлан кеткен соң Айсұлу жылап жіберді. Мен сені жоғалтамын ба деп қорқам, деді ол. Бекжан оның маңбайынан сүйді. Сен мені жоғалтпайсың, деді ол. Себебі сен қашпайсың. Түн ортасында телефон шырылдады. Айсұлу жауап берді. Айсұлу апай, деді бейтаныс дауыс. Мен сізді табу үшін көп іздедім. Сіз кімсіз? Менің атым Данияр. Мен балалар үйінде өстім. Құжаттарда сіздің атыңыз бар. Айсұлуның қолынан телефон түсіп кете жаздады. Қалай? Деді ол сыбырлап. Маған анасы тірі деген белгі қалған, деді жігіт. Мен сізбен сөйлесуім керек. Бұл соңғы соққы еді. Бірақ ең үлкен үміт те осы еді. Айсұлу сол түні таң атқанша көз ілмеді. Телефон жанында жатыр. Жүрегі соққан сайын шыр ете қалама деп селт етеді. Анасы тірі. Жоқ. Баласы тірі. Ол осы сөзге өз де сенбей отырды. Егер бұл қате болса ше, деді ол сыбырлап. Егер бұл жай сәйкестік болса ше. Бекжан оның жанында үнсіз отырды. Қорықсаң да қашпа, деді ол. 40 жыл қаштым. Енді тоқта. Таңертең олар жолға шықты. Көрші қаладағы балалар үйіне. Айсұлу жол бойы терезеге қарап отырды. Әр ағаш, әр бұрылыс. Жүрегін одан сайын қысқандай. Ол мені жек көрсе ше, деді бір кезде. Неге тастадың деп сұраса ше. Бекжан көлікті баяулатып. Егер сұраса шындықты айтасың, деді. Ал егер жек көрсе, сен бәрібір анасысың. Балалар үйінің ғимараты сыр еді, бірақ Айсұлу үшін ол тағдырдың есігі болатын. Кабинетте отырған әйел құжаттарды ақтарды. Иә, деді ол ақыры. Данияр, 29 жаста. Анасының аты Айсұлу. Бас тарту емес, уақытша қалдыру деп көрсетілген. Айсұлу жылап жіберді. Мен оны тастамадым, деді ол. Мен тірі қалу үшін солай істедім. Ол сені көптен бері іздеп жүр, деді қызметкер. Бірақ кездесуге дайынсыз ба? Айсұлу басын изеді. Аяғы дерілдеп тұрды. Есік ашылды. Бөлмеге ұзын бойлы қара торы жігіт кірді. Көздері өзіне ұқсас еді. Сәлеметсіз бе, деді ол. Апа? Жоқ. Айсұлу апай? Айсұлу орнынан тұра алмады, тек қолын созды. Данияр, деді ол. Балам. Бұл сөз шыққанда бүкіл денесі қалтырады. Данияр бір қадам жақындады, сосын тағы бір. Мен сізді жек көрмеймін, деді ол бірден. Мен жауап іздедім. Менің неге жалғыз өскенімді білгім келді. Айсұлу тізерлеп отырып қалды. Кешір, деді ол. Менің қолымнан басқа ештеңе келмеді. Данияр үнсіз қалды. Сосын ақырын ғана. Мен тірі қалғаныңызға қуаныштымын, деді. Бұл кешірмеді. Айқайсыз, көз жассыз. Бірақ ең ауыр әрі ең шынайы. Бекжан сыртта күтіп тұрды. Кіргенде Данияр оған қарап. Сіз анамның күйеусіз бе, деді. Иә, деді Бекжан. Егер қарсы болмасаң? Мен қарсы емеспін, деді Данияр. Анам жалғыз болмауы керек. Бұл сөз Бекжанның жүрегін босатты. Кешке Айсұлу баласымен бірге шай ішті. Қарапайым, тыныш. Мен сізден ештеңе талап етпеймін, деді Данияр. Тек кейде көріп тұрсам болды. Айсұлу жылап отырып күлді. Мен 40 жыл бойы ана болудан қорқыппын, деді ол. Ал сен мені бір күнде кешірдің. Бұл күн оның өміріндегі ең ауыр әрі ең жарық күн болды. Бірақ тағдыр соңғы сөзін әлі айтпаған еді. Ауылға оралғанда Айсұлу өзін бұрын соңды сезбегендей еркін сезді. Қарапайым көшелер, таныс үйлер. Бірақ көзқарастары өзгеше еді. Қоғамның сыңғыры, сыбырлары бұрынғыдай ауыр емес, тек қана әңгіме. Бекжан қолын оның қолына қысты. Біз бірге өтіп кеттік, деді ол. Енді тек өзіміз үшін өмір сүреміз. Айсұлу оған қарап күліп жіберді.
Шынымен ме, деді ол. Менің өмірім, енді менікі ме? Я, деді Бекжан, сенің уақытың келді. Данияр да олардың қасында тұрды. Жас жігіттің жүзінде сүйіспеншілікпен түсіну. Апа, деді ол, мен сізді жақсы көремін. Бірақ сіздің бақытты болғаныңызды көру мен үшін маңызды. Айсұлу оны құшақтап алды. Сенің әрқашан жүрегіңде болатынын білемін, деді ол. Ал мен өзіме де, өз бақытымға да құқым бар екеніне көзім жетті. Көшеде адамдар әдеттегідей сыбырлады. 50-ге келіп тұрмысқа шыққан, деді біреу. Айқай, бірақ бақытты көрінеді, деді екіншісі. Айсұлу бұларға назар аудармады. Жүрегі жеңіл, бірақ әрбір көзқарас оны бұрынғы ауыртпалықтан ажыратқандай болды. Түнде үйде үші бірігіп шай ішті. Қарапайым, тыныш. Бірақ әрбір сәт алтынға тең. Бекжан Айсұлуды қарап, сенің өмірің керемет әңгіме болды, деді ол. Қиыншылықтар көп болды, бірақ бәрі бізді осы жерге алып келді. Айсұлу басын изеді. Мен кешігіп келдім, деді ол күліп, бірақ енді мен өз уақытымдамын. Данияр араласты. Енді бәрі дұрыс сияқты, деді. Сіздер менің отбасымсыздар. Айсұлу сыртқа қарап аспанға көз тастады. Жарық ай сәулесі бәрін ақшыл алтынға бояп тұр. Бір кездері қатты қорқып өмірден қашып жүрген әйел енді шын мәнінде тірі еді. Қолы Бекжанның қолында, жүрегі бала мен серіктісінің қолында. Өмірде кешігудің өзі сабақ, деп сыбырлады Айсұлу. Бірақ кеше емес, бүгін басталса, бәрі дұрыс. Сол сәтте терезеден жеңіл жел өтті. Өткеннің көлеңкелері артта қалды. Болашақ таза, ашық, жылулыққа толы. Олар үші бірігіп, жаңа өмірге қадам басты. Қарапайым үй, қарапайым тағдыр, бірақ шын бақыт. 50 жастағы алғашқы махаббат, алғашқы бақыт кеш болса да келген еді. Және Айсұлу ішінен сыбырлады. Мен кешіккен жоқпын. Мен тек өз уақытымда келдім. Түн тыныштығы мен жаңа өмірдің бастамасы бірге үйлесті. Өмір бойы күткен тыныштық,